Сәлем досым, Перу деген елді естіп көрдің ба? Перу елінде бір қорқынышты дәстүр бар. Мысықты тағамға пайдалану. Иә, дәл солай. Перудің аймақтарында ғасырлар бойы сақталып келген ерекше дәстүр бар. Бұл дәстүр көптеген шетелдіктерді таңғалдырады, тіпті шошытады. Өйткені мұнда кейбір адамдар мысық етінен тағам дайындайды. Бірақ бұл дәстүр бүкіл Перуге тән емес. Көптеген перуліктердің өздері де мұны қолдамайды. Сонда бұл әдет қайдан шықты? Неліктен адамдар мысық жей бастады? Қандай тағамдар дайындалады? Және бүгінгі күні бұл дәстүрдің тағдыры қандай? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Тарихы. Тарихшылардың пікірінше, Перуде мысық жеу дәстүрі бірнеше ғасыр бұрын пайда болған. Испан отарлау кезінде Перудің кейбір кедей өңірлерінде халық азық-түлік тапшылығы жиі болған. Әсіресе елдің оңтүстігіндегі ауылдық аймақтарда адамдар үйде бар жануарларды азық ретінде пайдалануға тура келген. Уақыт өте келе бұл тек күнкөріс амалы ғана емес, жергілікті мәдениеттің ерекшелігіне айналды. Перудің оңтүстігіндегі өңірде бұл дәстүр әсіресе кең таралған. Кейбір жергілікті адамдар мысық етін ерекше тағам деп есептейді. Сонымен қатар халық арасында мысық еті күш-қуат береді, денсаулыққа пайдалы деген сенімдер де қалыптасқан. Алайда мұндай пікірлердің көпшілігі ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген. Қандай тағамдар дайындалады? Перудің осы өңірлерінде мысық етінен бірнеше түрлі тағам дайындалған. Ең танымалы қуырылған мысық еті. Ет түрлі дәмдеуіштермен маринадталып, ашық отта немесе қуырылады. Кейде еттен бұқтырып тағамдар да жасалады. Тағы бір әдіс бойынша ет көкөністермен бірге ұзақ уақыт бойы қайнатылады. Сыртқы түрі жағынан бұл тағамдар тауық немесе қоян етінен жасалған тағамдарға ұқсас болуы мүмкін. Бірақ мұндай тағамдар Перудің ұлттық асханасының негізгі бөлігі емес екенін атап өткен жөн. Перуліктердің басым көпшілігі кәдімгі ет түрлерін тұтынады және мысық етін жемейді. Бір кездері Перудің кейбір ауылдарында мысыққа арналған фестивальдер де өткізілген. Мұндай шараларда дәстүрлі тағамдар ұсынылып, жергілікті мәдениет көрсетілетін. Алайда уақыт өте келе бұл мерекелер халықаралық ұйымдардың, жануарларды қорғаушылардың және қоғамның сынына ұшырады. Интернет пен әлеуметтік желілердің дамуы мәселені әлемге кеңінен танытты. Содан кейін фестивальдерді өткізу шаралары азайып, кейбір шаралар толығымен тоқтатылды. Қазіргі жағдай. Қазіргі таңда Перуде мысық жеу дәстүрі тек кей аумақтарда ғана кездеседі. Жастар арасында бұл әдет бұрынғыдай танымал емес. Жануарларды қорғау қозғалыстары күшейіп, көптеген адамдар бұл дәстүрден бас тартуды қолдайды. Сонымен қатар кейбір жергілікті адамдар оны мәдени мұра ретінде сақтағысы келеді. Осылайша қоғам ішінде даулар әлі де жалғасуда. Қорытынды. Перудегі мысық жеу дәстүрі кедейшілік, тарихи жағдайлар, соның ішінде Испания отаршылдығы мен жергілікті мәдениеттің ықпалымен қалыптасқан ерекше құбылыс. Бүгінде бұл дәстүр біртіндеп азайып келеді. Бірақ ол мәдени дәстүрлер мен қазіргі этикалық көзқарастардың қалай болатынын көрсететін қызықты мысал болып қала береді. Сіз бұл дәстүр туралы не ойлайсыз? Сүйкімді мысықтарды жеу, ойлаудың өзі қорқынышты, солай емес па? Ойыңызды комментарийде жазыңыз